Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Здравствуйте. Good afternoon. Отыра қойдым. Балалар, оқуға барып жатпа қарап. Жуынып киініңдер шапшаңырап. Шақырды тауып мана әлде қашан. Қарап тұр терезеден күн жылтырап. Кімнің өлеңі еді балалар? Ахмет Байтұрсынұлының өлеңі. Жақсы. Ахмет Байтұрсынұлы кім? Айта ғой. Аудармашы. Жақсы. Тартты? Ақын. Ақын дейді. Жақсы. Ғалым. Ғалым. Аудармашы. Жақсы. Ұлы ұстаз екен, иә? Ахмет Байтұрсынұлы туғанда қанша жыл болыпты? 150 жылдық мерейтойы болып жатыр екен, иә? Жарайсыңдар балалар. Олай болса, үй тапсырмасына кезек берейік. Үй тапсырмасына не беріліп еді? Қолаға ертеңгісі оқу және мазмұнын айту, иә? Кәнекей, балалар, біз тәуелсіз мемлекетте тұрып жатқаннан кейін көк туымызды биікке ұстаймыз, иә? Биікке ұстау үшін сендер мәнерлеп жақсы кім оқиды және мазмұнды кім жақсы айтады? Кән көрейік. Ал бастаймыз. Сонау ертіс жағасында болған біреу саржан атты, жұбайы да өзіне сай ата су ақ маралды. Жарайсың. Дүниеге бір бала келіп, 30 күні мере екен, ести кетпес бере екен, сол ауылға ала екен. Ертегіні өте жақсы оқып келіпсіңдер. Енді мазмұнын сұрайық, иә? Ал кім айтып жібереді? Жақсы. Кімді бере ғой? Сонау ертіс жағасында бір саржан атты кісі болды. Оның әйелінің аты Айсұлу екен. Сол ауылға бір бала дүниеге келіпті. Сол ауылдың ақсақалдары қол көтеріп, сол балаға бата беріпті. Ол баланың атын Толағай деп қойыпты. Содан бір Жақсы. Ары қарай кім жалғастырып жібереді? Кім жалғастырады? Балалар, ертегіні оқығанымыз, яғни дескриптор бойынша ертегінің мазмұнын айтқан болсақ, және оқыған болсақ, өзімізге ұпай санымызды қойып отырамыз. Және сұрақтарға жауап берсек, суреттегі әсірелеу тұстарын тауып оқысақ, осы ұпай сандарын қойып отырамыз. Кәнеке қоя қойыңдар. Ертегіде қандай кейіпкерлер бар еді? ертегіде Саржан, оның әйелі Айсұлу, баласы Толағай және ауыл ақсақалдар. Жақсы. Жарайсыздар. Егер Толағайдың орнында болғанда сендер не істер? Қандай ерлік жасар едіңдер? Толағай өз ауылын суына қандыру үшін тауды өз ауылына көтеріп барды. Тері судай ақса да көтерді. Жақсы, өте жақсы, жарайсың. Тақырып бойынша білімімізді тексеріп алайық. Байдан көлеңке сатып алған кім еді? Кім еді? Байдан көлеңке сатып алған Шаруа. Шаруа, өте жақсы. Жаңбырға екі өтініш шығарманың қай түрде жатады? Өлең. Өлең түрде жатады. Жақсы. 7 жаста Садағатқа атқан тас туатты кім екен? Толағай. Толағай екен. Өте жақсы балалар. Олай болса, біз балалар құпия сөзді табайық. Құпия сөзіміз кәнекей барлығымыз оқиық. Олай болса, бүгінгі тақырыбымыз біздің шөл және шөл далаға саяхат. Шөлге саяхатқа шығу үшін ойлан және құрастыр әдісі арқылы сендер шөл даланы қалай елестетесіңдер. Және шөлге барарда қандай киімдер аласыңдар. Және шөл далаға қандай көлікпен барасыңдар. Кәнекей мен сендерге қазір топта жұмыс істеу үшін суреттер беремін. Суреттерді жинақтап, бір суретті әкеліп тақтаға ілеміз. Кәнекей бірінші көрейік. Жақсы. Ал біз шөл далаға шығу үшін біліп тұрсыңдар, иә, өздерің? Қандай жер екен? Шөл екен, иә? Күн ыстық болғандықтан мақтадан жасалған киім киеді екенбіз. Және түйеге қарап кетеміз. Тағы да не жетіспейді деп ойлайсыңдар? Тағы не алу керек бізге? Су көп алу керек екен, иә? Жақсы балалар.
жарайсыңдар. Олай болса, шөл далаға саяхат. Шөл. Бүгін сендердің меңгеретіндердің жаңа ақпарат аласыңдар, шығармашылық жұмыс жасайсыңдар, сөйлемдегі қатені табасыңдар. Балалар, біз экранға қарап видео көріп алайық, иә? Шөлдер жылдық жауын-шашын мөлшері 25 сантиметрден кем аймақтарда атайды. Олар қалай пайда болады? Шөлдер түзілетін негізгі 4 аймақ бар. Шөлдердің дені субтропиктердің маңайында орналасқан. Бұл аймақтарға бұл жетпей, келген ауа өте құрғақ болады. Ол ауа экваторда келгендіктен, мұнда жеткенше бар ылғалынан айырылады. Сахара шөлі осындай аймақта пайда болған. Сахара 9 миллион шаршы шақырым мен 12 мемлекетті қамтитын әлемдегі ең үлкен ыстық шөл. Көлеңкелердің әсерінен пайда болған шөлдер үлкен континенттердің ортасына орналасып, әдетте тау бөктерінде болады. Мұнда ылғалы мол ауа массалары жоғары көтеріліп, бұлттар түседі. Ол бұлттар жаңбыр немесе қар болып, таудың шыңына немесе жерді беткейіне түсіп, бөктердегі шөлге жетпей қалады. Осылайша Гималай тауының шатқалдары Азиядағы ең ірі шөл, Гоби шөлін тудырды. Балалар, келесі тапсырмамыз біздің инсерт әдісі арқылы жасалады. Қазір сендер өздерің білетіндеріңді білемін бөліміне жаңағы болжадыңдар ғой сендер, ойлап құрастырып. Сол болжауларын өздерің соны мына білемін бөліміне жазасыңдар, иә? Сендер осы нәрселерді біледі екенсіңдер. Ал енді жаңа ақпаратты біз қазір оқыған және көрген видеоларымызды, оқыған тапсырмаларымызды жаңа ақпаратқа жазып отырсыңдар. Түсінікті ма? Егер ойларың бөлек болса, онда ойын бөлімге не қоямыз? Минус таңбасын қоямыз. Түсінікті ма? Білгім келеді бөліміне сендер соңында толтыратын боласыңдар. Балалар, шөл мәтінін қазір тыңдаймыз аудио жазбадан, және сол мәтінді тыңдап болған соң жаңа ақпарат бөліміне естеміз, кестені толтырамыз, алған жаңа ақпаратымызды. Жарай ма? Ал тыңдайық. Австралиядағы Виктория, Оңтүстік Америкадағы Атакама шөлі, Азияда орналасқан ең үлкен құмды шөлдер, Қарақұм мен Қызылқұм. Шөл өсімдіктері мен жан жануарлары ылғал тапшылығына шақырайған аттап күнге сусыған құмға бейімделіп алған. Қарақұм шөлінде жаз кезінде көлеңкеде ыстық 50 градусқа дейін барады. Құмның ыстықтығы соншалық, оған жұмыртқа пісіруге болады. Мұндай аттапқа өсімдік қалай шыдайды екен? Шөлде өсетін сексеуіл, жалпақ жапырақты орман ағаштарымен мүлде ұқсамайды. Балалар, жаңағы кестені білемін бөлімін кім оқып береді маған? Жарайды, оқи ғой. Білемін. Шөлде шаңның ыстық әрі құрғақ өңірі екенін білемін. Жақсы. Тағы да кім оқиды? Алай бол оқи ғой. Шөлге саяхат жасағанда да түйемен мен жүрген жөн екенін және не құрғақ ыстық екенін білемін. Себебі түйе шөлге төзімді. Ал шөлде себебі ылғал тапшылығы жетіспейді. Өте жақсы, жарайсыңдар. Енді сендер өздеріңе ұпай сандарыңды қойып отырыңдар. Жарай ма? Ал ары қарай тағы да кім айтады? Жаңа ақпарат бөліміне қандай жаңа ақпарат алдық? Жаңа мәтіннен. Ал, Али, оқи ғой. Мен жаңа мәтіннен көлеңкенің градусы 50 градус екенін білемін. Иә, білдің, иә? Жақсы жаңа ақпарат. Тағы да қандай ақпарат алдық? Дүние жүзіндегі ең үлкен шөлдер Африкадағы Сахара, Австралиядағы Виктория, Оңтүстік Америкадағы Атакама шөлі, Азиядағы орналасқан ең үлкен құмды шөлдер Қарақұм мен Қызылқұм екенін білдім. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар, тамаша. Кәнекей өзімізге ұпай санымызды қойып отырайық. Балалар, осы мәтінде теңеу сөздер бар ма? Теңеу сөздер бар ма осы мәтінде? Осы мәтінде теңеу сөздерді кім тауып береді? Қандай теңеу сөздер бар? Теңеу сөз дегеніміз не еді балалар? Кім айтады? Құбылысты екінші мен затқа құбылысты ұқсатып бейнелесін. Ұқсатып бейнелеу. Дұрыстап айтамыз, иә? Жақсы.
Ал енді осы жерде бір затқа немесе бір құбылысқа бейнеленіп тұрған, теңеп тұрған нәрсе қайсысы? Қайсысы? Тас мүсінге деп кесірткені неге теңеп тұр? Тас мүсінге теңеп тұр, иә? Мүсінге қатып тұр екен. Ал балалар, Қазақстанның картасына қарайтын болсақ, міне солтүстігімізде орманды дала зонасы. Келесі бөлік дала зонасы, бұдан кейінгі сары түспен шөлейтті зона, мінекей мынау қызыл қоңыр шөл зонасы екен. Шөл зонасы Каспий теңізінен Тарбағатай тауына дейінгі бөлікті алып жатыр екен. Яғни бұл жерде жауын-шашын жылына 200 миллиметрден аспайды екен. Яғни бізде жауын-шашынның түсу мөлшері аз деген сөз, жарайсыңдар. Ал балалар, енді шөл өсімдіктеріне тоқтала кетейікші. Жаңа біздің мәтінде шөл өсімдіктері туралы неден айтылып еді? Кәнекей, кім маған түсіндіріп айтып жібереді? Жаңа қандай мәтінде өсімдіктер қандай еді шөл өсімдіктері? Айбол айта ғой кел. Жарайсың. Сексеуіл шөл өсімдіктеріне жатады. Оның жапырағы ағы жіңішке, оның жапырақтары жалпақ емес орман ағаштарына мүлде ұқсамайды. Сондықтан оның қош-қош асылды болып шашақты бұтақтары бар. Сондықтан ол тамырын тереңге жайып жапырақтары тез ылғал тартады. Жақсы. Неге олар тамырын тереңге тартады екен? Себебі жер астынан өзіне керекті ылғалды алады екен. Шөлді аймақтағы жануарлар мен жәндіктерге қарайықшы. Кім айтады? Кім осы жердегі жануарларды біледі? Қандай? Келе ғой. Ақбөкен ол киелі жануар. Ол әлемдегі ол жойылып бара жатқан жануар. Оны қызыл кітапқа жатқызамыз. Ол жусанмен қоректенеді. Ол жусанды жеген сайын ішіндегі құрттарды өлтіреді. Олар шөлді аймақта мекен етеді. Олар сөйтіп өздерін не болады екен? Емдейді екен, ол табиғатты несі екен? Сүйеді екен, ол. Жазылу қате сөйлемге қарайықшы. Кәлкі, сөйлемді кім оқып жібереді? Ал жапарды қой ғой. Шөл дегенде қайнаған су. Қай сөйлем қате екен? Екінші сөйлем қате екен, Кәлкі, өзіміздің бағалау парақшасына бір ұпайымызды қойып отырамыз. Егер шапағаттікімен бірдей болса, шөл жер туралы қандай мәлімет алады? Енді не білгілерің келеді? Кәлкі, білгілерің келетін бөлімді толтырдыңдар ма? Кестеге. Кәлкі, кім оқып жіберді? Өзі не білгісі келеді екен? Кәлкі, орай. Анам 7 күн шөлде өмір сүре алар ма? Жақсы, сондай ақпарат білгісі келеді екен. Шөлде қанша жануар мекен етеді? Жарайсың, тағы да. Шөлде мен жан-жануарлармен ұстап көргім келеді және терезге мінгім келеді. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгінгі сабақта не ұнады сендерге? Бүгінгі сабақтан қандай ақпарат алдыңдар? Кәнекей, бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Ұнаған екі тапсырмамызды және тілегімізді әкеліп жапсыра қойыңдар.